Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін мен ешқандай химикатсыз жасалынатын қытырлақтардың рецептісімен бөлісемін, яғни чипсы. Менімен бірге болып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін осындай лаваштың нанын алып, оны формалар жасап аламыз. Арасына тұздық жағамыз. Тұздықты жай ғана барбекюге арналған кетчупты қолдансаңыздар болады, немесе қолдан жасасаңыздар болады, түрлі дәмдеуіштермен. Духовкада қыздырып аласыздар, өте тез қызады, күйдіріп алмаңыздар. Дәл осылай қытырлақ өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер.